Қайырлы күн достар, бүгін лаваштан оңай жасалатын тіске басардың рецептісімен бөліскім келеді. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге салат жапырағы, лаваш, қияр, піскен жұмыртқа, сарымсақ, жеңіл майонез түрі керек болады. Ең алдымен лаваштың ортасына жағатын салмамызды жеңіл майонезбен сарымсақты осылай араластырып аламыз, бірге қосып дайындап қоямыз. Жұмыртқаны ірілеу үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Қиярды осындай арнайы үкіштен, корей үкішінен өткізіп аламыз. Осылай ұзынша қылдырып дайындап қоямыз. Менде осында 2 жұқа лаваш бір-біріне салып, үстіне одан кейін жаңағы салмамызды жағып аламыз. 2 жұқа болғандықтан мен 2 лаваш қолдандым. Өздеріңіз көресіздер, егер қалың болып жатса, бір лавашты қолдансаңыздар болады. Енді осының үстіне жаңағы сарымсақ қосылған майонезді салмамызды жағып аламыз. Бір келкі қып, барлық жағына жағып дайындап аламыз. Салат жапырағын біртіндеп үстіне салып шығамыз. Піскен жұмыртқаның үстіне татымына қарай тұз қосып, кішкене майонезді саламыз да, араластырып, салат жапырағын үстіне жайып шығамыз. Қасықтың көмегімен абайлап жайып шығасыздар. Осылай бір келкі қып, барлық салат жапырағын үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Ендігі кезекте қиярымызды осылай салып шығамыз лавашымыздың үстінен. Енді рулет қылдырып, осылай бір келкі қып орап шығамыз. Осындай арнайы пищевой пленкамызға рулетімізді орап 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осымен рулетіміз дайын болды.
өте оңай әрі жеңіл жасалатын тіске басардың бірі болып саналады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.